сыра ішетін болды. Осы кезде ғана пердесін шешіп, бала шайтанға айналды да масаттанып қуанды. Осыдан кейін мұжықтың үйі көпшілік жиналатын шарапханаға айналды. Жұрттың бәрі соның үйіне жиналып, арақ сыра ішетін болды. Осы кезде ғана жас жігіт бет-пердесін шешіп, бала шайтанға айналды да масаттанып қуанды. Өз жетістігін жеткізу үшін асыға басып баяғы басшы шайтанға жүгірді. Оған өзінің баяғы 200 нанын қалай ақтағанын баяндады. Ібіліс бәрін өзі барып көрмек болды. Олар мұжықтың үйіне келсе, өңкей тұрмысы жақсы байлар жиналып арақ ішіп отыр екен. Мұжықтың әйелі қонақтарға арақ тасып жатып, сүрініп, құлап кетеді. Ыстақандағы арағын төгіп алды. Мұны көрген күйеуі әйеліне: «Ей, ақмақ, сен не жуынды тасып жүрмедің? Көзіңе қарамайсың ба? Бар байлықты жерге төктің ғой», деп айғайлады. Бала шайтан Ібілістің шынтағынан түртіп қалып: «Қара, бұрын ол 200 нанның өзін садақа дейтін. Қазір құлап түскен қатынның денсаулығын сұраудың орнына төгілген араққа қайғырып жатыр», деді. Бір кезде мұжықтың үйіне бір кедей келеді. Жан-жағына қараса, жұрт арақ ішіп отыр екен. Кедей бір үзім нан сұрады. Мұжық оған: «Мен сенің жарылқаушың емеспін, жоғал», деді. Бала шайтан тағы да Ібіліске сыбырлап: «Бұрын бұл қарны қатты ашса да 200 нанды біреуге беретін жомарт еді. Енді қара, байлықтың қалай бұзғанын. Бұл еш нәрсе емес. Қазір онан да сорын көресің», деді. Мұжық қонақтармен арақты ішіп біраз жерге барды. Бір-бірін өтірік мақтай бастады. Ібіліс риза болып, өтірік айтылса, жаным кіреді. Осылай түлкіге ұқсап, жылмаңдап, бір-бірін алдай берсе, әрі қарай азғыру жеңіл емес пе, деді. Бала шайтан тағы да жымиып, кішкене күте тұр. Қазір бұлар біз араласпай-ақ бірін-бірі түтіп жейді. Арақтан тағы да бір-екі сімірсін, сосын олар қасқырға айналады, деді. Айтқандай-ақ бәрі тағы бір-бір стақаннан арақ ішпеді, дауыстары зорғая бастады. Бұрынғы әдемі жұмсақ сөздердің орнын енді боқтық һәм дөрекі сөздер басты. Арты ерегіске ұласты. Бір-бірінің жағасына жармасып, төбелесе бастады. Қонақтарын ажыратпақ болған мұжықтың өзінде сабап тастады.